Бүгін сіздерге елімізде де, әлемде де танымал әрі ғылым дәлелдеген ең пайдалы 10 көкөністі ұсынамыз. Білесіз бе, біз күнделікті ас мәзірімізге қосатын қарапайым көкөністердің өзі қатерлі ісік сияқты қауіпті аурулардан қорғайды. Жүрегімізді сау ұстап, иммунитетімізді нығайтып, күні бойы сергек әрі күшті болуға көмектеседі. Бұл тізім тек қана әңгіме емес, соңғы ғылыми зерттеулер мен әлемдік денсаулық сақтау ұйымдарының ұсынымдары негізінде жасалған. Қазақы дастарханда үйлесетін, көпшілігіміздің сүйіп жейтін көкөністер де бар. Сонымен бірге, сіз әлі байқамаған, бірақ зор пайдасы мен жаңалықтар да бар. Ендеше, қайсысы шынайы денсаулық патшасы? Олар қалай сіздің денсаулығыңызды өзгерте алады? Осы сұрақтарға жауап алып, көкөністердің құпияларын бірге ашайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап, қуаттап қойыңыз. 10. Брюссель қырыққабаты. Брюссель қырыққабаты қазақ дастарханында сирек кездесетін, бірақ денсаулыққа керемет пайдасы бар көкөніс. Бұл кішкентай жасыл қауыздар құрамында В дәруменінің екі түрі, В6 және В9 бар. Олада фолий қышқылы мол болады. Бұл дәрумендер қанның жақсы айналымына әсер етеді, жүйке жүйесін қолдап, энергияны көбейтеді. Сонымен қатар, Брюссель қырыққабаты талшыққа ерекше бай. Талшық жүрек тамыр ауруларының қаупін азайтуға көмектеседі, холестерин деңгейін төмендетіп, қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы табиғи антиоксиданттар жасушаларды бос радикалдардан қорғайды. Ол дегеніміз, қартаю процесін баяулату және қатерлі ісікке қарсы қорғаныс. Ғылыми зерттеулер Брюссель қырыққабатындағы сульфорафан өзіндік қасиет арқылы ағзадағы зиянды заттарды шығарып, иммунитетті күшейтуге көмектесетіні дәлелденген. Соның арқасында бұл көкөніс қатерлі ісіктің алдын алуда маңызды рөл атқарады. Оны күнделікті тамаққа қосу өте жеңіл. Пісіру кезінде оның пайдалы заттары сақталу үшін буға пісіру немесе жеңіл қуыру әдісін қолданған жөн. Брюссель қырыққабатын салаттарға немесе негізгі тағамдарға қосып, дәмін жаңа піскен лимон шырынымен толықтыруға болады. Сондықтан, егер сіз жүрегіңізді және қан тамырларыңызды сақтап, жас әрі сергек болғыңыз келсе, Брюссель қырыққабатын тамақ рационыңызға міндетті түрде енгізіңіз. 9. Гүлді қырыққабат. Гүлді қырыққабат көпшілігіміздің ас үйімізден таныс, бірақ оның денсаулыққа пайдасы туралы көп білмейтін көкөніс. Бұл ақ гүлді өсімдік құрамында С дәрумені өте мол. Ол иммунитетті нығайтып, ағзаны вирустар мен бактерияларға қарсы қорғайды. Гүлді қырыққабатта Б дәрумендері, әсіресе фолий қышқылы көп. Ол жасушалардың жаңаруына, қан түзуіне және жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне маңызды. Сонымен қатар оның құрамындағы фитохимиялық заттар мен антиоксиданттар ағзаны бос радикалдардан қорғайды. Бұл қартаюды баяулатады және қатерлі ісік жасушаларының дамуын тежейді деп есептеледі. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, гүлді қырыққабат құрамындағы табиғи қосылыстар бауырдың детоксикациялық функциясын жақсартып, зиянды заттардың шығарылуын жылдамдатады. Ол сондай-ақ ас қорыту жүйесіне пайдалы, себебі палшықтарға бай, ішек жұмысын реттеп, тәбетіңізді дұрыс қадағалауға көмектеседі. Гүлді қырыққабатты түрліше дайындауға болады. Буға пісіру, қайнату, қуыру немесе жаңа салат ретінде тұтыну ұсынылады. Оның жеңіл дәмі әртүрлі тағамдарға жарайды, әрі қазақ дастарханында да жақсы үйлеседі. Егер сіз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарайтын болсаңыз, гүлді қырыққабатты күнделікті тамағыңызға қосуыңызды кеңес береміз. 8. Пияз. Пияз қазақтың дастарханында жиі кездесетін, әрі денсаулыққа ерекше пайдасы бар көкөніс. Оның құрамында организм үшін маңызды көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Соның ішінде С дәрумені, флавоноидтар және күкіртті қосылыстар. Пияздың құрамындағы антиоксиданттар ағзаны бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Ол қартаюды баяулатады және қатерлі ісіктің алдын алуда маңызды рөл атқарады. Ғылыми зерттеулер дәлелдегендей, пияз жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар, пияздың қабынуға қарсы қасиеті бар. Ол метаболизмді жақсартып, ағзаның жалпы саулығын қолдайды. Оның құрамындағы күкірт қосылыстары бауырды тазартады және иммунитетті арттырады. Пиязды салаттарға, сорпаларға қосып, қуыру немесе буға пісіру арқылы дайындау ұсынылады. Бұл көкөніс кез келген тағамға ерекше дәм береді және тағамдық құндылығын арттырады.
Егер сіз денсаулығыңызға қамқорлық жасағыңыз келсе, күнделікті мәзіріңізге пиязды міндетті түрде қосыңыз. Ол сіздің ағзаңызға күш пен энергия сыйлайды. 7. Қызанақ. Қызанақ әлемдегі ең танымал және біздің ұлттық дастарханымызда да кеңінен қолданылатын көкөніс. Ол өзінің жарқын қызыл түсімен ғана емес, денсаулыққа керемет пайдасымен де ерекшеленеді. Қызанақтың құрамында ликопин деген ерекше табиғи антиоксидант бар. Бұл қуық асты безі мен асқазан қатерлі ісігінің алдын алуында маңызды рөл атқарады. Ликопин сонымен қатар жүрек ауруларының қаупін азайтады, қандағы зиянды холестеринді төмендетеді және қан тамырларының серпімділігін сақтайды. Қосымша ретінде қызанақ С және К дәрумендеріне бай. Бұл дәрумендер терінің саулығын жақсартып, иммундық жүйені күшейтеді. Сондай-ақ қызанақ құрамындағы калий арқылы ішкі ағзалардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Қызанақты салаттарға қосып тұтынуға болады. Сонымен қатар оны пісіру кезінде ликопиннің сіңімділігі артады. Сондықтан тұшпара, сорпаларға тұздық ретінде де қолдануға болады. Егер жүрегіңізді қорғап, терінің сау және жарқырағанын қаласаңыз, қызанақты күнделікті рационыңызға қосыңыз. Бұл көкөніс қазақ дәстүрлі тағамдармен де тамаша үйлеседі. 6. Бұрыш. Бұрыш дәрумендерге бай, әрі лекін тәтті және шырынды дәмімен көптеген қазақтың дастарханында өз орны бар көкөніс. Оның құрамында әсіресе С дәрумені мол, тіпті кейбір цитрусты жемістерден де көп. С дәрумені ағзамыздың иммунитетін күшейтіп, терінің сау әрі қартаю қаупына көмектеседі. Сонымен қатар, бұрыш құрамында А дәруменінің провитамині бета-каротин бар. Ол көздің көру қабілетін жақсартуға және көру жүйесін қорғауға өте пайдалы. Бұрышта құрамында көптеген антиоксиданттар мен флавоноидтар да мол. Олар ағзадағы қабынуларды азайтып, қатерлі іске қарсы қорғанысты күшейтеді. Ғылыми зерттеулер бұрыштың жүрек ауруларының алдын алуға, қандағы холестерин деңгейін тұрақтандыруға және қан қысымын реттеуге септігін тигізетінін дәлелдеді. Бұрышты жаңадан салаттарға қосып жеуге, қуырғанда немесе буға пісіріп пайдалануға болады. Оның жарқын түстері мен тәтті дәмі кез келген тағамға ерекше сән береді. Егер сіз күнделікті денсаулығыңызды күшейтіп, көзіңіз бен теріңіздің жарқырауын сақтағыңыз келсе, бұрыш сіздің рационыңызда міндетті түрде болуы керек. 5. Сәбіз. Сәбіз қарапайым да денсаулыққа аса пайдалы көкөністердің бірі. Қазақ ауылдарының даңқты дала дастарханынан орын алған бұл сары түсті тамыр көкөнісі. Әсіресе көздің саулығын қорғауда үлкен рөл ойнайды. Сәбіз құрамында каротин дәруменінің ең байлығы бар. Ол ағзаға түсіп, А дәруменіне айналады. Бұл дәрумен көздің көру қабілетін жақсартып, торлы қабықтың сау болуына ықпал етеді. Сонымен қатар ол терінің түсін жақсартып, ағзаның жасаруына көмектеседі. Ғылыми зерттеулердің бір қатары сәбіздегі антиоксиданттар мен талшықтың жүрек қан тамырлары ауруларын, кейбір қатерлі ісік түрлерін болдырмауда маңызы зор екенін дәлелдеді. Сәбіз иммунитетті арттырып, ақуыздардың жақсы сіңуіне көмектеседі. Сәбізді жаңа піскен салаттарға, шырындарға немесе көже ботқаларға қосу арқылы пайдалы заттарды толық ала аласыз. Оны қуырып немесе буға пісіру арқылы да дайындауға болады. Егер сіз көздің көруін жақсартқыңыз және жүрек денсаулығын сақтағыңыз келсе, сәбізді күнделікті рационға міндетті түрде қосыңыз. 4. Брокколи. Брокколи денсаулықтың нағыз қорғаушысы және ғалымдар супер көкөніс деп атайтын ерекше өсімдік. Бұл жасыл гүлденген көкөніс құрамында С дәрумені, К дәрумені, талшықтар, фолий қышқылы және антиоксиданттарға бай. Бұл көкөністің ерекше қасиеті құрамындағы сульфорафан деп аталатын қосылыс. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, сульфорафан қатерлі ісік клеткаларының дамуын тежеп, ағзаны канцерогендерден тазартады. Сонымен қатар, брокколидегі антиоксиданттар қабыну процестерін азайтып, иммундық жүйені жандандырады. Брокколиді күнделікті тамаққа енгізу, жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтып, қан қысымын төмендетуге септігін тигізеді. Оның құрамындағы талшық ас қорытуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндерден тазартады. Дастарханға брокколиді буға пісіріп, жеңіл тұздықпен немесе жаңа піскен лимон шырынымен беруге болады. Сондай-ақ оны сорпаға, қуырылған тағамдарға да қосуға болады. Егер сіз ұзақ өмір сүріп, жас әрі қуатты болғыңыз келсе, брокколиді тағамға жиі қосып тұрыңыз. 3. Шпинат. Шпинат қазақ дастарханында кеңінен қолданылып жүрмесе де,
ғалымдар ең пайдалы көкөністердің бірі деп таниды. Бұл жасыл жапырақты өсімдіктің құрамында темір, магний, B дәрумендері және фолий қышқылы көптеп кездеседі. Темірдің көптігі арқасында шпинат қан құрамындағы гемоглобин деңгейін көтеріп, ағзаның оттегімен қамтамасыз етілуін жақсартады. Бұл әсіресе балаларыңыз бен жасы үлкендер үшін маңызды. Сонымен бірге, шпинат магний мен калийге бай. Бұл жүрек қызметін қолдап, қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Шпинаттағы антиоксиданттар жасушаларды зақымданудан сақтап, дененің қартаюын баяулатады. Ағзаның иммундық жүйесін нығайтып, түрлі қабыну процестерін азайтады. Шпинатты салаттаға қосуға немесе сәл буға пісіріп, сорпаға салуға болады. Оның жұмсақ әрі нәзік дәмі кез келген тағамға үйлеседі. Егер сіз өзіңіздің энергияңыз бен күш-қуатыңызды арттырғыңыз келсе, шпинатты күнделікті рационға қосу өте маңызды. Екінші, кале. Кале денсаулыққа ең пайдалы көкөністердің бірі, әрі жасыл алтын деп аталады. Бұл төңкерілген жапырақты көкөніс дәрумендер мен минералдарға өте бай. Оның құрамында С, К, А дәрумендері, кальций, калий және антиоксиданттар мол мөлшерде кездеседі. Бұл көкөністің ең үлкен пайдасы оның жүрек қан тамырлары жүйесін қорғауы және иммунитетті арттыруы. Кале құрамындағы К дәрумені қанның ұюына қажетті, ал С дәрумені дененің жалпы қорғанысын күшейтеді. Кале антиоксиданттарға бай болғандықтан, ағзаны бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды, қартаю процесін баяулатады және қатерлі ісікке қарсы күресте көмекші болады. Ғалымдар каледе кездесетін фитохимиялық заттардың артық салмақ және диабет сияқты созылмалы аурулардың алдын алуда маңызды екенін дәлелдеген. Кале дәміне қарай жаңа піскен салаттарда, қуырылған тағамдарда немесе сорпаларда қолдануға өте қолайлы. Пісіру кезінде оның пайдалы қасиеттерін сақтау үшін бақылаулы түрде дайындаған жөн. Егер сіз ұзақ және салауатты өмірді қаласаңыз, калені күнделікті рационға қосудың маңызы зор. Бірінші, сарымсақ. Сарымсақ қазақ отбасының дастарханында ғасырлар бойы қадірлі орын алған. Бірақ денсаулыққа пайдасы соңғы ғылыми зерттеулермен дәлелденген ерекше көкөніс. Оның құрамында алицин деген биоактивті қосылыс бар. Ол микробтар мен вирустарға қарсы тұрып, ағзаны қатерлі ісік және жүрек аурулары сияқты ауыр сырқаттардан қорғайды. Зерттеулер көрсеткендей, сарымсақ қан қысымын тиімді түрде төмендетеді. Қандағы холестериннің деңгейін реттеп, жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтады. Сондай-ақ, сарымсақ иммунитетті күшейтіп, қабыну процестерін бәсеңдетеді. Бұл көкөністің ерекше қасиеттерінің тағы бірі оның антиканцерогендік әсері. Әлемдік ғалымдар сарымсақтың құрамындағы заттардың кейбір қатерлі ісік түрлерінің дамуына кедергі келтіретінін анықтады. Қазақ асханасында сарымсақ көбінесе тағамның дәмін ашу үшін қолданылады. Бірақ оның емдік қасиетін толық пайдалану үшін оны қайнатпай немесе аз мөлшерде пісіріп қолданған дұрыс. Егер сіз өзіңіздің денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарап, ұзақ ғұмыр кешуді қалайтын болсаңыз, сарымсақты күнделікті тағамыңызға міндетті түрде қосуыңыз қажет. Қымбатты достар, бүгінгі ең пайдалы 10 көкөністі бірге таныстық. Естеріңізде болсын, денсаулық бұл ең үлкен байлық, ал дұрыс таңдалған көкөністер оның бірден бір кепілі. Сарымсақтан бастап Брюссель қарттабатына дейінгі осы тізімдегі көкөністерді күнделікті тамағыңызға қосу арқылы сіз өзіңіздің организмді қорғап, күш-қуатыңыз бен өміршеңдігіңізді арттырасыз. Егер осы видеодан жаңа нәрсені үйренген болсаңыз, лайк басуды, пікір қалдыруды және арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар. Алдағы видеоларымызда кездескенше.